Білесіздер ме? 1752 жылы 15 маусым күні Бенджамин Франклин найзағай арасында электр тоғын жинау үшін аспанға батпырауық ұшырып, өзінің экспериментін жасады. Бір жыл өткен соң бұл экспериментті орыстың Георг Рифман есімді зерттеушісі қайталамақшы болды. Бірақ бұл эксперимент сәтсіз аяқталды. Оны найзағай ұрып ол тірі қалмады. Бұдан соң Ресейде электрді зерттеу уақытша тоқтатылды. Ал енді елестетіп көрейік. Дәл қазір әлемде электр жойылса, 2016 жылы әлемдік электр энергиясын пайдалану мөлшері 550 экзажоульге жеткен. Бұл көрсеткіш электр тоғы өшкеннен кейін 550-ден 0-ге дейін төмендейді. Электр тоғы өшкеннен тек жарық емес, газ бен су да өшеді. Барлық үй техникалары бірінен соң бірі өшіп, әлемде хаос болады. Әр 5 секунд ішінде бір ұшақ ұшып, бір ұшақ қонады. Бұдан аспандағы 10 мыңға жуық ұшақтар ұшып бара жатқан жерден жерге құлайды. Электрмен қамтамасыз етуге кеткен 50 триллион теңге жай ғана керексіз болып қалады. Бұл ақша сізге электрсіз қажет болмайтын әлемдегі ең қымбат Supreme History кемесінің 333 данасына жетеді. 2 апта өткеннен кейін әлемдік экономика құлдырайды. Интернет және интернеттегі барлық мәліметтер жойылады. Әлемдік желіге қосылған серверде қазір 487 экзабайт мәлімет жиналған. Бұл мәліметтерге 19 миллиард Blu-ray дискілері қажет. Ал бұл дискілерді қатарлап қойғанда саны айға дейін жетеді. Сонымен қатар телефон желісі істен шығып секундына 117 мың хабар жауапсыз қалады. Барлық кәсіпорындар тоқтап қалады. 2 айдан кейін әлемнің 30% өмірден өтіп, бүкіл әлем тас заманына үйрене бастайды. Яғни электрсіз адамзаттың өмірі тоқтайды ма? Әрине жоқ. Бұдан 150 жыл бұрын электр тұрмыста мүлдем қолданылған жоқ. Ал адамзатқа балама энергия ойлап табу үшін бірнеше уақыт қажет болып, бәрін басынан бастайды. Дәл осы видеоны басынан бастағандай. Егер видео ұнаса, онда біздің басқа да видеоларымызды тамашала. Мысалы, егер әлем өтірік айтуын тоқтатып тек шындық айтса, немесе егер адамзат Марсқа көшсе, және лүпіл басуды ұмытпа. Ойлау қабілеті жоғарыларға арналған Альянс.